Қалай жігіттер, ойындарың жақсы жүріп жатыр ма? Ойын жаман емес. Мына Нұрдәулет жылқы етіне құмар екен, атымды жегісі қайта-қайта татып келді. Қазақ қой. Имеке өзің ана атпен бір жүріс жасап жіберсең өзі. Міне жүріс. Енді ой жарыстырып болсаңыздар, енді студияға барып сөз жарыстырайық. Сөздің мағынасына үңілейік жігіттер, жүріңіздер. Бұнда жарлық сізде. Армысыздар, ардақты әлеумет. Кейінгі жылдары тілімізге бейімделіп қабылданған араб сөздерін қайтадан өзгертіп, түп нұсқаға бейімдеп айту белең алып бара жатыр. Бүгінгі әңгімемізді осы мәселеге арнамақпыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтары ақын, жазушы, филология ғылымының кандидаты Иманғазы Нұрахметұлы және Еуразия ұлттық университеті түркітану кафедрасының докторанты, түркітанушы Нұрдәулет Шаймұрат. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді негізгі тақырыбымызға көшпес бұрын экранға назар аударайық. Ой, ассалаумағалейкум, Асим. Қалың қалай? Уағалейкум ассалам. Бізде бәрі жақсы, Аллахқа шүкір. Мен сен осылай кездестірем деп ойлаған жоқпын. Қандай жаңалықтарым бар? Міне, соңғы уақытта көрпе тігетін ателье ашқам, соған тапсырысты апаруға асығып бара жатырмын. Асықпасаңшы, бәріне үлгересің. Сабыр. Қолыңның берекесін берсін, баракаллах. Амин. Кездесуіміз қысқа болып қалды ғой, кешке жақын бізге ифтарға кел. Менің бүгін аузым берік, өзіңді күтеміз. Алла қабыл етсін, суына ғой, келемін иншаллах. Көріскенше. Ал енді міне экраннан өздеріңіз көрдіңіздер. Бүгін осылай сөйлеу дәстүрі қалыптасып жатыр десек болады. Тілімізге ертеде еніп, судай сіңіп, тастай батып кеткен араб парсы сөздерін қайтадан түп нұсқадағы өз қалпында араб тілінде айту дәстүр орныға бастады. Енді осының қыры мен сыры жөнінде, осының себептері жөнінде өздеріңіз әңгіме қозғасаңыздар. Имеке? Шет тілдерден сөз қабылдау бір қазақ емес, енді дүниедегі барлық халықта бар тәжірибе. Көрші отырған халықтардан мәдени қарым-қатынас орнатқан елдерден сөз қабылдамайтын ел жоқ. Сондықтан дүниеде 100%, 100% таза тілде жоқ. Бұл сөз қабылдау тілдің кедейлігі деуге болмайды. Қайта тілдің кейде икемділігін де көрсетеді. Енді осы мәселе шет тілден сөз қабылдау қорқынышты емес. Айтайын дегенім, сөзді қалай қабылдау мәселесі. Бұрын енді біздің ата-бабаларымыз араб тіліне, араб мәдениет алғаш келген кезде бізден гөрі араб тіліне жеттік болды. Ол кездегі оқымыстылар арабтан оқыды, Мысырдан оқыды, Бағдаттан оқыды деген секілді. Солар араб тілін өзінің түп нұсқасында дыбыстауға мүмкіндіктері толық еді. Бірақ басында солай қабылданған да шығар, кейін өзгере халықтың сөйлеу тілінің заңдылығына қарай өзгеріп кетті. Сондықтан мынау Шағатай тіліндегі әдебиеттерде Аллах деген сөз жазылады, Аллах деп, бірақ ол ешқашанда Аллах деп оқылмайды, Алла деп оқылады. Бисмиллах деп жазылады, Бисмилла деп оқылмайды. Оқылады. Жаңағы айтылып тұрған баракаллах деген сөз бәрекелді болып өзгерген. Бұл неге өзгерген? Бұл қазақ тілінің заңдылығына байланысты өзгерген. Сабыр деген сөзді біз мен айтамыз, өйткені ол қазақ тіліне өзі толық естілуі керек. Енді мұндай сөздер көп. Осы сөздердің кейбірі орта ғасырларда арабша аталғаны байқалады. Мысалы, Ясауиде зерру деген сөз бар. Бұл зерру деген сөз арабша Ona жүректе қорқыныш туатын бір аймақ болады екен район. Соның аты зеру деп аталады екен. Ясауиден кейінгі жазба әдебиетте бұл сөз кезікпейді. Бірақ ауызекі тілде зәре деп кезігеді. Қазақта зәре ұшты деген сөз бар. Зәрең зәр түбіне кетті деген сөз бар. Сол зәре ұшты деген сөз жүрегі қозғалып кетті деген сөздің баламасы ретінде айтылған. Енді мұндай сөздерді көп айтуға болады. Иә, өте қызық дерек.
жаңағы айтылған сөздерге қатысты енді Нұрдәулет бауырым өзіңіздің пікірлеріңізді айтсаңыз, сабыр деген сияқты басқа да сөздерге қатысты. Негізгі мәліметтерді жаңа Имекең жақсы айтып кетті. Ол кісі айтқандай, кез келген кірме сөзді қазақ тілінің өзінің тілдік ерекшеліктеріне тігісін жатқызып дейміз ба икемдеп қолданса, ол құба-құп болады, қабылданатынсыз болады. Негізі ол тілдің табиғаты, біз енді қазақ тілінде оны қабылдай алатын қазақ тілінің қуаты бар деп ойлаймын, жаңағындай дәрежеде өзіне икемдеп болатындай. Енді қарап отырсақ, расында тарихтан қарап отырсақ, жаңағы кіріп жатқан араб тілдерінің барлығы бізге дін арқылы кірді. Ол айдан анық, күннен раушан дүние ғой. Бірақ осыны қазақ дәл бүгінгідей қолданған жоқ. Себебі ол қазақтың білмегенінен емес, білімсіздігінен емес. Жаңа бұл кісі айтып өткендей, тілдің табиғатын толық біліп отырып, қазақ тілінің өзінің ерекшелігін бұзбас үшін, табиғатын бұзбас үшін қазақ тіліне икемдеп қолданды. Мысалы, жаңа бәрекелді, бәрекаллах деген сияқты. Сонда Аллахай деген сөзді біз Алақай деп қолданамыз. Алақай, бүгінгі қолданып жүрген Алақай деген атау. Бұхар жырауда айтады, Алла деген ар болмас, ақтың жол тар болмас деп. Сонда ақ деп отырғаны қақтың жолы деген сөз. Қақтың жолы тар болмас деп отыр. Сонда солай икемдеп қолдану. Ал бүгін неге біз олай қолданып жатырмыз деген келетін болсақ, бұл жерде қазақтың болмысы, қазақтың менталитеті, мінезі бұрынғыдай емес өзгеріп кетті. Себебі біздің басымызда болған бұрын еркін еледік, ешқандай бір қиыншылық көрмеген, көрсе де соғысқан ешкімге бас имеген, сондай ел қазір кейінгі жылдары әбден империялық көзқарастан айырылып, тәуелсіз түрде ойлау қабілетінен ажырап, жаңағындай біреуге икемделіп, біреуге еліктеу, біреу сияқты көріну, сондай комплекс пайда болды қазақта. Сондықтан да не болса да нәрсенің тұлғасына көп көңіл бөліп, діннің де сыртқы формасын қабылдау, ішкі мәніне үңілмей, сөздерді де сол біреу қалай айтса солай еліктеп айту, сонда белең алды бүгінгі жағдайда. Содан туған деп отырмын мен қазір. Бұл қазақтың мінезіне байланысты нәрсе. Кірме сөзді, жат сөзді қабылдауда да біздің болмысымыз, қазіргі болмысымыз көрініп тұрсы дейсіздер ғой сонда. Солай ғой, бізде қазір мысалы тек қана араб тілі емес, кез келген тілді үйретінген балаларға бірінші шарт қоямыз, акцентсіз сөйле деп. Акцентсіз сөйлеу негізі былай қарағанда қабілеттілік қой. Екінші бір жағынан айтқанда, сол адамның өзіндік менінің әлсіреуі, басқа ұлтқа, басқа тілге жұтылып кету. Бұл сөзіңіздің жаны бар, жаңа Нұрдәулет бауырымыз да айтып жатыр. Біз кеңестік дәуірде орыс тілінде таза сөйлесек, орыс тілінде акцентсіз сөйлесек, білімді, озық ойлы азамат деп санау қалыптасып еді, сондай пікір қалыптасқан. Қазір енді көріп отырсыздар, біздің дінге бет қойған, енді немесе осы дін ұстанушылар, екінші жағынан қазір енді әлемге кең тараған ағылшын тілінің сөздерін айнытпай алу, ағылшын тіліндегі айтылу мәнерін қазаққа да солай алып келу, араб сөздерін түпнұсқадағыдай айту, осы бәріне осы бір құбылыс. Кеше орыс сөзіне айналып келгенде біз өз сөзіміздің формасын өзгертуге бейілміз. Ал өзгенің сөзіне құрметпен қараймыз. Осының өзгертудің, осы түсініктен арылудың жолы қайсы? Негізі Мұхтар Әуезовтің қайсысын таңдаймыз деген бір мақаласында бізге сол Әуезов заманында, өткен ғасырда яғни негізінде араб тілдері дін арқылы келген, сосын орыс тілдері, осы екеуін қояды. Қазақтың қайсысын таңдаймыз, қайсысы бізге жаңағы ықшам келеді, қайсысы ыңғайлы. Мысалы, екеуі өзінің несіне салып сөйлейді дейді жаңағы. Дін жағының ғалымдар өзінің дүниелерін айтқысы келеді бізге. Мұсылманша оқығандар былай тартады, Европаша оқығандар былай тартады дейді, екі жаққа тартады дейді. Соның қайсысын таңдаймыз дейді. Бұл проблема енді бұрында болған, бүгін керісінше жаңа сіз айтқандай ағылшын тілдермен толысып отыр. Үш жақ болды, Бірақ бүгінгі кезде енді ақпарат көп. Бізде айтпақшы қорқамын кейінгі жас балалардан дейді, бұл сөзді ұят жоқ, енді мен өзім нақтысын айтайын. Сыбырлап естімен, Құдай естімен дейді ол қазақ. Қазіргі балаларға қарап отырып, мен қазір кейінгі жастарға, кейінгі буынға қарап отырып, қарным ашады. Себебі бұлар тек Z поколение дейді, Z буын деп жатырмыз ғой. Кейінгі Z буынның ерекшелігі ол өткенге бас қатырмайды, болашаққа бас қатырмайды. Тек бүгін не бар көз алдында, сол бүгінмен ғана
өмір сүретін ұрпақ өсіп келе жатыр. Сондықтан да бұларға жаңағындай осындай тіл мәселесі, ұлттың мәселесін сіңіріп құлағына жеткізіп айту деген қиынның қиыны болатын шығар. Енді шешімі өте қиын болады. Тек қана сіңіріп үнемі айта беру керек, қайталап. Айтып қана қоймай, бұны тәрбие жүйе, отбасы, балабақша, мектеп арқылы соны санасына сіңірмесек, сіздің айтқаныңызбен біздің айтқанымызды сіңірудің жолдары. Қазақтың баласының тілі оңалса, осы 30 жылдың ішінде оңалар еді ғой, керісінше кетіп бара жатыр ма дейсіз ғой. Екінші бір мәселе бар. Бізде шет тілден атауларды қабылдаймыз, сөздерді қабылдаймыз өз қалпында. Бірақ сол сөздерді қолданатын бізде өнеркәсіп жоқ. Тіліміз өндіріске кірмей тұр, қазақтың тілінің өзі. Қазақ тілінде өндіріске кіріп, атауларды қазақша атамай, біз бұдан құтыла алмаймыз. Өйткені шеттен кірген жаттанды сөз қалайда ол жаттанды түрінде айтылады. Сондықтан бір жағынан үгіттеу керек, екінші жағынан мұны өндірісті дамытсақ қана біз бұдан өндіріске құтыла қатысты айтып қалдыңыз, осы жерде өз-өзіне сұрақ туындайды. Біздің бүгінгі осы талқылап жатқан араб сөздерінің көбі дінге қатысты атаулар. Құдайға шүкір, Қазақстанда барлық облыста, барлық ауданда, барлық қалада мешіттер ашылып жатыр. Намаз оқитын, дінге бет бұрған жастарымыз көбейіп жатыр. Бірақ бұл енді жаңа өндіріс десеңіз, кеше кеңестік кезеңмен салыстырғанда дінге бет бұрған қазақ, мұсылман жолын ұстанған қазақ көбірек. Бірақ сөзіміздің сиқы ғасырлар бойы анау 7-8 ғасырдан бері қалыптасып келе жатқан сөзіміздің сиқы өзгеріп бара жатыр ғой. Ал енді бұл жерде өндірістің қандай қатысы бар? Ол былай ғой Шәке. Өндірісте зат өндіресіз. Зат өндіресіз, онда сол затты өндіруге байланысты әрекет болады, заттың аты өз тіліңізде айтылады. Ал мешіттер, діндер ол дінге қатысты нәрседер ешқандай өндіріс жасамайды. Олар әгін араптан жаттап келген нәрседен қолданатын орта. Біздің де айтып тұрған сол, мәселен ифтар дегенді қазақ баяғыдан бері ораза ұстап, ауыз ашар деп келді. Неге ифтар болып кетті дейміз ғой, 40 жыл айтып, баяғыдан бері қолданып келе жатқан ифтарымыз. Жерде мына нәрсе қарау керек сияқты. Иә, соны. Біздің ата-бабаның дін ұстау жолы белгілі бір уақыт мерзімде үзіліп қалды. Жаңа кешегі атеизм заманы бар дейміз. Сосын тәуелсіздік алып, өз қолымыз өзіміздің аузымызға жетіп, өткен руханиятымызды, рухани құндылықтарымызды қайтарып алған кезде, осы жерден жаңадан дін үйреніп келгендер, жаңадан. Біздің ата-бабамызда дін болған жоқ. Олар қате ұстады дінді деп, осы дінді негізге алып, бәріне түзету енгізіп жатыр. Бәрін түзетті қайтадан. Сондықтан жаңағы Алланы Аллах деп айту дейді. Мысалы, арабтардың өзінде сөйтіп қатты қымен айтпайды екен Аллах деген сөз. Ол енді ары қарай көмекейден шығатын дыбыс қой. Көмескілеу шығатын дыбыс. Соны біз керісінше жеткіземіз деп, айрықшалап айтамыз, иә, айрықшалап айтамыз деп асырып жібердік. Ана арабтардың өзінен асып түсіп, артық қылам деп тыртық қылдық, пұшық қылып қойдық жаңағы. Жоқ, негізі қазақтың бұрын қойған еліктегіштік жоқ деп ойлаймын мен. Еліктегіштік болса, қазақ 5-6 ғасыр көшіп болып жүрмес еді. Өзінің мәдениетін сақтап дейсіз. Жүрмес еді. Біз ең алдыменен ұлт болып осы еліктегіштік қасиеттен құтылуымыз керек. Мұның бірінші жол, ең басты себебі өзімізге өзіміз сенуіміз керек. Бізде сенім аз. Басқа ұлттың тілін көрсек, ол жақсы секілді болып кетеді. Басқа ұлттың атауымен атасақ білімді сияқты болып кетеміз. Ол үшін өз еліміздегі ұлт мәдениет үстем болу керек қой, мәселенің бар. Тіл соның өзегі. Сіздер бүгін енді сөз болып отырған тақырыпқа қатысты жақсы ойлар айттыңыздар. Жекелеген сөздердің түбіріне, тарихына үңілдіңіздер. Енді бұл тақырыпты ұзақ талқылай беруге болады. Халел Досмұхамедұлы жат сөздерді қолданғанда тіліміздің заңымен өзгертіп, тілімізге лайықтап алу керек. Жат сөздерді өзгертпей алатын жер жүзінде тіл жоқ десек те болады деп еді. Бүгінгі тақырыбымызды Алаш Ардақсының осы сөзімен қорытындыласақ дұрыс қой деп ойлаймыз. Ол жоқты біз толықтырдық дейсіз ғой. Енді бағдарламамыздың екінші бөлігіне қарай ойсайық. Бағдарламамыздың екінші бөлімі қасқырға қатысты атауларға арналып отыр. Көк бөрі көк түріктердің өмірінде айрықша орын алады. Енді осы тақырыпқа көшпес бұрын экранға назар аударайық. Қазақтың эпостық жырларында бөрі бейнесі үнемі жауға жалғыз шапқан батырдың асқан ерлігін суреттеу мақсатында қолданылады. Қазақ эпостарында көк бөрі ерлік пен батырлықтың баламасы. Түз тағысы қасқырды қазақ халқы әртүрлі атаған. Еркегін арлан немесе көкжал дейді. Аналығы құртқа, баласы бөлтірік аталады. Көк
бөрі, ши бөрі, бөрі, олыма, ит, құс, түз тағысы қасқырды құтырып кетеді деп атын атамаған кездері де бар, ит құс деп атаған. Сіздер қасқырдың тағы қандай атауын білесіздер? Жақсы, көк бөріге, қасқырға қатысты атаулар тілімізде өте мол. Олардың қазір бірнешеуі ғана сөз болды. Енді осы әңгімені өздеріңіз толықтырсаңыздар. Негізі қасқыр атауы біздің қазақ ұлтына, оның ішінде ар жағында түріктерге өте жақын. Қасқыр десе біз қастерлейміз, қастерлі ұғым көреміз, кие көреміз. Себебі бұл қасқырдың болмысының ерекшелігі бізге жақын. Жаңағы мифтерді айтқандай, біз өзімізді түрік халықтары, жалпысы қоң халықтары қасқырдың аналығынан, жаңағы құртқадан тарайды деген аңыз бар. Ол мына көшпелілерге жалпысы ортақ құндарға. Өздерінің құндарын тарататын моңғолдардың өздері тура сол аңызға сүйенеді негізінде қасқырға. Ал енді бұл қасқырдың ерекшелігі, қасқырдың қасиеттеріне байланысты нәрсе деп ойлаймын. Себебі біз мысалы жылқыны жақсы көреміз. Қазақ жылқымен тең өскенде жылқының етін жейді дейді. Ол сол сияқты тура қасқыр бұл концепциялық деңгейдегі нәрсе. Көптеген ұғымдардың жинағы қасқыр деген, тек қана бір далада бір жүгіріп жүрген, жортып жүрген бір хайуан ғана емес, сондай-ақ үлкен концептуалдық мағынасы бар, терең үлкен ұғымдардың жиыны қасқыр дегеніміз. Ал енді осы көшпелілердің ішінде, киіз туырлықтардың ішінде қасқырға қатысты мынандай пікір айтады. Қасқырдың жүзін көрген адам дейді. Қасқырдың жүзін көрген адам. Ол 7 күн бойы бақытты жүреді дейді. Қасқырды өлтірген адам ол жылдар бойы бақытты жүреді дейді. Ол енді былай қарасақ, адами моральдық тұрғыда қалсақ, бұл қасқырға қас қылған өлтірген адам деп отыр. Ол жақсылықтың ісі емес, жақсылықтың емес. Солай десе, ол неге десе былай екен, қасқыр өзіне серт береді екен дейді. Егер Тәңірісі бізбен бірдей адам болса, біз оның көзіне барып көрінейік. Тәңірісі бізден жоғары тұрған адам болса, соның қолынан барып өлейік деп айтады екен дейді. Бұл жерде қасқырдың рухтылығы, өзінің жаңа күштің алдында ғана бас етін, өр мінезін көрсетіп отыр. Бұл жерден қарайтын болса. Сонда қасқыр өрліктің, батырлықтың рухы деп отырғанымыз осы деңгейде. Ал енді адамға мен қасқырдың байланысына келсек, қасқыр адамға айтады дейді. Мынау деген түріне қарасаң өзі әлжуаз қой құрлы күші жоқ деп айтады дейді. Бірақ жүзіне қарасаң деп айтады. Жүзі от шашып тұрады бұның деп айтады. Негізі қасқыр адамның көзіне көп тура қарамайды. Мен бала кезімде бір 4 қасқырдың бөлтірігін баққан кезім болды. Бір 3-4 ай. Сол кезде көрдім, тамақ берсе де қолдан жемей, жаңа теріс қарап, арқасын беріп тұрады, сыртын беріп тұрады адамға. Сонда бұл адамға негізі түздің тағысы қолға үйренбейді. Адам біз қасқырдың тәңірісі болса, бөрінің иесі бар дейміз, иені кие деп айтуға да болады. Бұл жағдан бөрі қолға үйренген деп те айтсақ болады. Иесі бар, егесі бар деп. Бірақ қасқырдың иттің иесі. Иттің иесі бар. Иттің иесі бөрінің тәңірісі. Бөрінің тәңірісі дейді. Бөрі сонда тек қана ол тәңірге ғана бағынатын деп отыр. Сонда аң аулағанның өзінде жаңағы өлтіруді дегенде барып қазір мылтықпенен атып алады. Мысалы, бұрын қасқырды күші жеткен ғана атпен қуып жетіп үзеңгімен соғып алатын болған. Кәдімгідей қапияда оны қапы қалдырып, обал жасап, оны өлтірмейтін болған. Садақпен атқан күннің өзінде жаңа алдын ала ескертіп, сықырып барып атады дейді, дыбыс шығарып, қашқан кезде оған да құтылып кетуге мүмкіншілік беріп, сөйтіп барып атады екен. Бұл дегеніміз енді даладағы жауға әділ болу, жаңағы жауыңа да әділ бол дейді ғой. Бұл көшпелілердің жалпысы бір-біріне әділдік жағынан үлкен ойының биік бір негіз деп айтуға болады. Тасадан тығылып жатып немесе тікұшақтан ұшып жүріп төбесінен атпайды. Ол обал болады. Ол ерлік емес, батырлық емес. Енді мынау қазақта қасқыр туралы ұғымын 3-ке бөлуге болады деп ойлаймын. Біріншісі мифтік ұғым. Ол әгіндегі түріктердің арғы тегі қасқыр ең бері жетіпті дейтін аңыз бар ғой. Бір ауылды жау шауып кетіпті, содан бір кішкене бала аман қалған екен, сол баланы қасқыр емізіп, қара құстар жемтікті ет тасып беріп өсіріпті, біз содан тараппыз дейді. Қазақ айтады, ер азығы мен бөр азығы жолда дейді. Бұның өзі анау қасқырдың тіршілікке бейімдігін, пысықтығын жоғары үлгі қылып көрсеткені. Соның кейін айтады, қасқырдың беті қатты, жолы жұмсақ дейді. Қоянның жолы қатты, еті жұмсақ дейді. Қасқырдың беті қатты дейді, ол бетіне кеп қалсаң жарып тастауы мүмкін, кез келген нәрсе қатты ғой. Бірақ қазақтың ұғымында қасқыр түске кірсе жақсылық деп жориды.
өңінде қасқыр көрген адам бақытты болады дейді. Қасқырды үш рет көрген адам өте бақытты болады дейді. Бұл әгіндегі мейіптік түсініктен қалған болу керек. Ал енді даланың аңы ретінде қазақ үшін, жалпы көшпелі түріктер үшін қасқыр өте қорқынышты жануар. Малын қырып кетеді, далада қалса адамды да жеп кетеді. Сондықтан қасқыр туралы жайсыз мақалдарда көп кездеседі. Мысалы қасқырдың жегені емес, қасқыр қырды дегеніне қуанады дейді. Оның мақсаты қыру деп тұр ғой енді. Деген қасқыр қырды дегеніне қуанады дейді. Оның қасқыр қолға үйренбейді. Бұл қасиет қазақтың мінезіне ұқсайды. Еркіндікті жақсы көрген халық қой, қазақ емес жалпы көшпенділер. Сондықтан өзі біреуге бағынбайтын ер жүрек адамды көкжал екен дейді. Көкжал дегені қасқырға ұқсатқаны ғой. Өте пысық жатқанның жанын суыратын адамдарды бір қасқыр деп мақтап жатамыз әліге шейін. Оны да жақсы көреміз. Мынау қасқырдың сонан кейін атын атамайтын бір салт бар. Қасқырды құрт дейді. Бұл кішірейтіп айту ғой былайын айтқанда. Сонан кейін ит құс дейді. Бұл енді жалпы мына хайуандар мен адамдардың арбасуында көп кездесетін нәрсе. Өйткені мықты жануарлардың аты аталса, аруағы көтеріледі, күшейіп кетеді дейді. Мысық пенен жылан арбаса, мысықтың атын айтпайды, арыстан дейді. Жыланның атын да айтпайды. Қайыс дейді, шылбыр дейді, ирең дейді, айту бірден айтады. Итпен қасқыр таласып жатса, қасқыр деп айтпайды, ит деп те айтпайды. Арыстан дейді, қасқырдың атын айтпайды, әгінде ит құс дейді, бірден айтады. Себебі соның кейін айғайламайды. Айғайласа қасқырдың көкбөрісі ұстап қалады. Енді мына қасқырға қатысты, өрге қатысты атаулар жөнінде сөздер, солар жөнінде айтсаңыз, халықта көп қолданылатын атау, мысалы қасқырдың еркегін, қасқыр өзі бірнеше топқа бөледі. Қасқыр өзі мынау қазірше айтқанда жұптасып өмір сүретін тұрақты отбасын сақтайтын жануар ғой. Осы қасиетін қазақ жақсы бағалағанда қасқырда жолдасына қасқылмайды жолдасына дейді. Содан кейін қасқырды мынау ұя салған кезде бір ұясын екінші барып күшіктемейтін жануар екен. Содан кейін ұясының маңынан мал жемейді екен. Оның себебі сол маңайдағы малдың иесі күшігіме қасқылады дейді ғой. Осы тіршілік тәсіліне қарай қасқырды бірнеше топқа бөлгенін естідім, әрине сол ғана болмау керек. Қасқырдың арлан қасқыр дейді. Арлан қасқыр деген ол үйірінен бөлінгенде жалғыз жүретін еркек қасқырды айтады. Енді оның кейін үйірімен жүретін қасқырлар болады, оларды ұлыма дейді, шұбырма дейді. Соның кейін мүлде жалғыз мынау үйір ұстамайтын қасқырлар болады екен. Олар ең күштісі болады дейді, оларды сырттан деп атап жатады. Қасқырдың ұрғашысын өлекшін деп атап жатады. Кейде арланын абадан деп айтады деп жатады. Меніңше сол абадан да шеттен кірген тіл болу керек деп ойлаймын. Енді түбі түріктікі болуы да мүмкін, бірақ жуық кездегі нәрсе емес секілді. Мені күшігім бөлтірік дейді. Кейінгі кезде қасқырдың күшігін сақау дейді, саңырау дейді, соқыр дейді дейтін секілді сөздер көбейіп кетті. Оғымен келісе бермеймін, өйткені мысықтың баласын соқыр деп атайды, мысықтың баласын соқыр деп айтады, оның бәрін бір атпен атай беру екі талай. Оның кейін қазақтар мысалы өзінің баласын өз жақсы көрген жануарларының атымен атап еркелетеді. Олардың ішінде мынау ит тұқымдастардың ішінде аю, қасқыр, түлкі үшеуі. Қарсақтың баласын қарсағым демейді ешқашанда, өлтірігім дейді. Енді бұдан басқа да атаулар болу керек. Енді бір тергеп айтатын атаулар болады. Аны жүніне қарап көкшулан екен деп жатады, қарақұлақ екен деп жатады, көксерек екен деп жатады. Осының бір талайын қазір қасқырдың атауына қосып жүрміз. Бұл негізі қасқырдың атауы емес, қасқырдың түріне қарап белгілеп айту. Сипаттап айту ғой. Сипаттап айту бар. Кішкене сөзіңізді толықтыра кетейін. Қасқырдың негізі атауларында еркегін шөне деп атайды екен, атай дейді, бөршін деген атаулар бар екен. Енді шөне дегеніміз анау моңғол тілдерінде шоны негізі екеуі төбелес болып тұр. Ал енді қасқыр деген атаудың өзіне келетін болсақ, бұл негізі қыпшақ тілдерінде қолданылады екен, қасқыр деген. Көбінде мына қырғыз тілінде қарсықыр деген мағынада қолданылады дейді, жаңағы қарсып қалу дегеннен алынған дейді. Сондай негізде деп айтады. Бұның барлығы жаңағы табу сөз ғой. Қасқыр деп айтпау керек, жаңағы атын тергеу керек деген тергеуден шыққан сөздер болып тұр. Ал негізі еркегін құрт деп атайды, құрт деп. Ұрғашысын құртқа деген сияқты. Бұнда
құртқа деген жаңа құртқа теңеп тұр деп ағамыз дұрыс айтып отыр. Мысалы түркмендерде мөжек деген бар екен, ол жәндік деген. Қасқырдың атағын сөйтіп мөжек деп атайды екен жаңағыдай. Жәндік деп атаумен атайды екен. Осы негізден алатын болсақ, түркілік танып тұр ғой. түркілік танып тұр, ар жағында ортақ танып тұр да. Осы жағынан. Енді қасқыр туралы тағы бір деректен оқыдым. Қасқыр деген сөздің өзінің тағы этимологиясын талдаған. Қасқыр деген екі сөз болған. Қас дегенде енді ит құс дейді да. Ит құстың құсын алып қас құс екеуін бір түбірге негіздесе, ар жағында құр деген қасқыр. Құр жаңа құрт деген. Құрт деген енді т жалғауы көпше түрде болуы да мүмкін, немесе құрт болуы да мүмкін деп. Сондай да нұсқалары бар бұның, нақтысы белгісіз, білмеймін нақтысын қайсы. Көк бөрі бұл түркі танымында киелі ұғым. Бөрілі байрақ ұста, бөрілі байрақ көтерген қазақтың бүгінгі ұрпағы осы қасқырға қатысты атауларды, ұлттық танымдарды қастерлеп өседі ғой деген үміттеміз. Бағдарламамыздың 3-ші бөлігіне қарай ойысайық. Қазір тілімізде қолданылып жүрген кейбір жаңа атаулар бар. Солардың қолданысы, мағынасының дәлдігі жөніндегі пікірлеріңізді айтсаңыздар. Ол үшін мына қобдишамызды ашып, осы ішіндегі сөздерді алайық. Міне, бірінші қолымызға іліккені эксперт деген сөз жиі қолданады. Іс қағаздарында, кеңсе тілінде осы экспертті қалай атағанымыз дұрыс? Сіздер қалай ойлайсыздар? Ұсынылған нұсқалары бар. Экспертті сарапшы деп аударып жүр ғой. Сарапшы деп атап жүр. Енді менің ойымша сарапшы деген сөздің өзі де қазақтың төл сөзі болмауға тиіс. Ал сарапшы не істейді? Сарапшы сол берілген тақырыпты бағалайды. Артығы қайсы, кемі қайсы бағалайды. Сондықтан экспертті бағалаушы деп айтуға болатын секілді кейде. Әрине бағалаушы деген басқа сөздер бар. Бірақ енді бұл бағалаушы, сарапшы деген сөздің мағынасында күрделі өзгешелік жоқ. Бұл бір. Екіншіден, сарапшы деген сөз жалпы біздің қолданысқа кіріп кеткен сөз. Елдің бәрі түсінеді. Елдің бәрі түсініп орнығып қалған сөзді өзгертудің де қажеті жоқ сияқты. Мәселенің бұл жағы да бар. Сонымен сіздің пікіріңіз? Негізі сарапшы дегенде біз қолданылғалы біраз болып қалды сол сөз. Бұл бақтарда болсын, жалпы ортаға сіңімді болып сіңіп кеткен сөз деп ойлаймын. Сондықтан да қолдай берсе бір томпақ түсін көріп тұрған жоқ мен сарапшы деген сөздің өзінің бір негізі болатын сияқты, сарапшы деп қолдана берсек дұрыс сияқты. Өздеріңіз айтып тұрғандай, бұл сарап, сарапшы, сараптау деген сөздер, есім сөздер, етістіктер тілімізде біршама орнығып қалды. Оны жаңа өздеріңіз дәлелдеп, мысал келтіріп тұрғандарыңыздай көпшіліктің қолданысына ұсынуға болады ғой деп ойлаймыз. Өйткені сіздердің пікірлеріңіз бұл сөзге қатысты бір жерден шығып жатыр. Қобдишамызды тағы да ашып, келесі сөзімізді алайық. Келесі атау экстремист деген атау. Бұл сөздің де тілімізде бірнеше қазақша нұсқасы қолданылып жүр. Сіздер осы атаулардың қайсысын құп көресіздер? Экстремист енді көбінше содыр деп қолданылып жүр ғой. Басбұзар деп айтылып жүр. Енді басбұзар деген әрине бірден шұбалаңқы сөз, екіншіден толық мағына бермейтін сөз ғой. Тілде кейде ешкімнің басын бұзбайды ғой, бізде паразит сөздер көп, сондайдан құралған сөз ғой. Содыр деген сөз мағынасына қарағанда толық экстремист деген сөздің мағынасын бермейтін секілді. Өйткені жай біреуді ұрып кетсе де содыр, бала тентектік істесе де содыр, жеңіл. Ал экстремистер қайткенде де бір нәрсені бүлдіріп орнына келмейтін болып кетеді. Бұл тұрғысынан қарағанда бұл сөздің аудармасын бүлікші деп алған дұрыс секілді. Сіздің пікіріңіз? Менің пікірімде негізі содыр деген жаңағы сіз айтқандай тармағында көбінде қолданылады. Ұсақ-түйек тентектік, бір кішкентай кішігірім ауыл арасындағы бір содырлар деп жаңағы. Баланың бір содырлығы деген сияқты, сотқарлығы, содырлығы деп қолданып жатады. Бірақ бұл біраз тағы қалыптасып қалды бұл сөз негізінде. Содыр десе қазір ақпарат беттерінде болсын біз содыр десе тура анда ұсынып отырған экстремист сөзін есімізге түсіреміз. Демек бұл сөз біраз қалыптасып қалды деп ойлап отырмын. Бүлікші сөз дегенде жақсы сөз еді, бірақ оны да басқа мағынада түсіне бастады жаңа тура сіздің мысалыңыздай. Сондықтан содыр сөз дұрыс па деп ойлаймын өзім пікірім. Жақсы. Бұл сөздің
төңірегіндегі де сіздердің пікірлеріңіз бір жерден шықты деп айтуға негіз бар. Алшақ кетіп тұрған жоқ. Алшақ кетіп тұрған жоқ, өте жақсы. Енді тағы да қобдишамызға үңілейік. Келесі сөз экстракт деген атау екен. Бұл сөздің қазақша баламалары жөнінде сіздердің пікірлеріңізді білсек. Бұл сөз негізі сығынды деп аударып жүр ғой деймін, қателеспесем. Осындай баламасы бар. Қандай мағынасы болуы мүмкін бұл сөздің? Сығынды, сірінді деген мағынасы. Сығынды, сірінді деп, бірақ осы сөздің түп мағынасын мен енді ағылшын тілінен кірген сөз бе, грек тілінен кірген сөз бе, мен жақсы білмей тұрмын. Әгер бұл бір затты сығып алатын зат болса, онда сығынды деген дұрыс. Ал енді сірінді деген жасанды сөзді ойлаймын, ол сөзді бұған жолатуға болмайды. Әгер бұл бір қоймалжың жатты бір жерге қойып қойып, соны артынан тұндырып алатын болса, онда бұл тұнба деп алуға болады. Мәселе осы сөздің өзінің түпкі мағынасының әлі толық анық болмағандығында болып тұр. Себебі түсініксіздеу болып тұр бұл сөз. Бұл сөздің мағынасына тереңірек үңілмедік дейсіздер ғой. Жақсы. Мағынасы анық болмайды. Онда бұл сөзді сала мамандарымен түбіріне үңіліп шыққан тегін этимологиясын тереңірек қазып тағы да көріп жатармыз. Тіліміздегі осы сияқты жаңа атаулар сөздік қорымызды байытып, сөздеріміздің сапасын жақсарта берсін дегіміз келеді. Бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, уақыттарыңызды бөліп, құнды ғылыми пікірлеріңізді айтқандарыңыз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Амандықта жүздесіп жүрейік. Сөз қадірін білмеген, өз қадірін білмейді. Сөзге сақ, тілге жақ болайық.